Сәлем достар. Өз тілімізді сөйлемей, жиіркеніп, менсінбей, Мәмбеттің тілі деген, Ауылбайдың тілі деген, колхоздың тілі деген деңгейде жүрсіздер ме әлі? Ит шошқа сияқты қорсылдаса қалай болады екен? Болмаса шошқа ит сияқты үрсе қалай болады екен? Жануарлардың бәрі өз тілінде сөйлейді. Тек қана өз тілінде сөйлемейтін қазақ қана. Кеше ғана келген Түркияның президенті Ердоған ағамыз, ол кісінің жары, қарапайым жаңа Евразия сияқты базар дүкендерді аралап жүр. Сонда қазақша сөйлеуге болмады ма? Біз түрік тектес елміз. Қазір Ресей елі барлық әлемде фашистік жағына көрініп жатыр, жаман жағына. Жалпы олардың қазақ еліне істемегені жоқ. Қанша бізді қырып жойып, санамыз улайтын, миымыз улайтын, неше түр дәрі-дәрмек ексе де, ашаршылықпен қырса да, репрессиямен қырса да, тілімізді, дінімізді, тарихымызды жоюға тырысса да, біз ел болып отырмыз. Біз рухты халықпыз. Ал мен Астанада тұрып жатырмын. Жиіркенішпен қараймын, шөлдіріліп балаларны орысша сөйлеп бара жатқан ата-аналарды көрсем. Қазақтың тілі ұнамайды екен. Қазақтың тілі ауылбай тілі екен. Сен ол тілде сөйлегенге намыстанасың, жиіркенішпен қарайды екенсің, Онда неғып сен паспорттарыңа, төлқұжаттарыңа қазақ демей, орыс деп неге жазып алмайсыңдар? Орыс болсаңдар? Түсіндім. Оған түрлеріміз выдает, түріміз ұқсамай тұр ғой. Әттегені өте өкінішті. Қашанғы үстіп әлемге жиіркенішті болып көрінеміз. Өз қаншама мемлекет бар, тәуелсіздік ала алмай жүрген. Біз шүкір тәуелсіздігіміз бар, әдемі көк байрағымыз бар, әнұранымыз бар. Жақсы дамып келе жатырмыз әйтеуір. Әрине, жоғары жақтағы отырғандар халық үшін жұмыс жасаса, біздің жағдайымыз Дубайдан асып түспесе кем болмайтын еді. Мына тіл мәселесін неғып қарапайым біздер халық қолдау керек? Жоғары жақта билікте отырғандар, сіздер қандай тілмен ойланасыздар? Ел үшін қызмет ететін жанашыр вообще бізде депутаттар бар ма? Қасым-Жомарт Тоқаев, құрметті президент, қазақ тіл мәселесін қолға алуыңызды сұраймын. Уақыты келді. Енді жетеді. Кеше ғана әлеуметтік желіден оқысам, қазақ балалары грантқа түсу үшін 100 балдан жоғары алу керек. Орыс ұлты 86 болса, болды грантқа түседі дейді. Бұл не масқара, не сұмдық. Өз елінде, өз жерінде жүріп, жылап жүрген қазақтар, кемсітіп жатқан, құқығын таптатып жатқан қазақтар, не деген сұмдық? Қай елде жүрсең де, өз елінің мұқтажын, өз ұлтының мұқтажын бірінші орынға қояды. Келімсектер, саяхаттап жүрген адамдар, сырттан келген, оларға екінші сорт ретінде қарайды. Жергілікті адамдарға бәрі тегін болмаса, арзан бағада болса, сырттан келгендер екі есе қымбат болады. Бізде керісінше, қазақтарға бүкілі тіл білмесең, орыс тіл білмесең жұмысқа кірмейсің. Қазақ тілі керек емес, ерунда, пішту. Қазақ балалар грантқа түсу үшін тер төгіп, өліп талып, 100-ден жоғары балл алу керек. Орыс ұлтына жақсы 86 балл алып түсе салады. Не масқара, не сұмдық. Оянсаңдар, біз ояндық қой. Үкімет бастағылар оянатын кез келген шығар.